Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру бойынша жауапты басқарма басшылары мен аудан қала әкімдеріне нақты тапсырмалар жүктеді. Бұл ретте өңір басшысы азық-түлік тауарларының бағасын реттеу бойынша кешенді іс-шара жоспарын бекітіп, қатаң бақылауға алу керек. Ортадағы делдалдық жүйені тоқтатып, шаруалардың өз өнімін нарыққа тікелей шығаруына жағдай жасау қажет деді. Сондай-ақ қоймаларда сақталып тұрған азық-түліктердің нақты аудан қалаларға таратылуы мен сатылуына тұрақты түрде мониторинг жұмыстарын жүргізу, әлеуметтік дүкендерді ашу бойынша ұсыныс енгізу және азық-түлік бағаларының негізсіз өсуіне жол бермеу мақсатында нақты шараларды қабылдауды тапсырды. Бұл бағытта Шардара ауданында жүйелі жұмыстар қолға алынған, яғни бұған дейін аймақта заман талабына сай азық-түлік сақтау қоймасы іске қосылған болса, бүгінде Шардара қаласында әлеуметтік дүкен жұмыс жасауда. Ал әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру жұмыстарының барысы аудан әкімінің бас назарында. Бұл туралы аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Өмірбек Рүстем Бақытбекұлы мәлім етті. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру бойынша облыс әкімдігінің, аудан әкімінің күнделікті бақылауында, яғни әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына жаңағы бағаны тұрақтандыру қорынан тауарлар әкеліп сату, қоймалар ашу, жаңағы бағаны негізсіз өсірмей, қалыпта ұстап, яғни нарықпен бәсекелестікке болу керек. Бағаны тұрақтандыру үшін, мысалы, нарықтық бағамен тұрақтандыру үшін біз қойма салыну керек бірінші кезекте. Осыған сәйкес былтырғы таңда мына заманауи Батырхан ата жеке кәсіпкерлік ұйымдастырумен заманауи 2000 тонналық қойма құрылысын аяқтап пайдалануға берілді. Ол жерде яғни азық-түлік тауарлары маусымдық сәйкес сақталып, сол бағаны өсіп кетпес үшін сол мерзімде сол төмен бағамен сатады. Бұл жерде мына бірінші жұмыс қойманы салып аяқтап бітірдік, пайдалануға бердік. Ол жерде де мынау дүкен ашылған жанынан, көкөніс дүкені, яғни төмендетілген бағада аудан тұрғындарына пайдасын әкелуде. Бізде мынау әлеуметтік дүкен ашу тапсырмасы да берілген. Бұл бойынша мынау жеке кәсіпкерді анықтап, оған жер учаскесін беріп, ол кәсіпкер қазіргі таңда дүкен құрылысын аяқтап, сонымен қатар бағаны стабфондтан тауар алу үшін келісімшартқа тұрдық. Келісімшартқа тұрып, қазіргі таңда тауарлар әкеліп сатудамыз сол әлеуметтік дүкенде. Яғни бірқатар тауарлар бар, өзінің бекітілген шекті мәні болады. Шекті мәнінен асырмай сол жерде сату керек. Оның басты талабы. Бір сауда дүкенін аштық, ол бойынша да. Сонымен қатар одан бөлек мынау сауда орындарында әлеуметтік аз қамтамасыз етілген отбасыларға әлеуметтік бұрыштар ашу бойынша да жұмыстар жүргізілуде. Бұл бойынша да бірқатар шаралар қабылдап отырмыз. Сонымен қатар мынау қосымша тағы да әлеуметтік дүкен ашу бойынша да жұмыс жүргіземіз. Бұл бойынша тапсырма күнделікті бақылауға алғанбыз. Тұрақтандыру қорынан әкеліп, біздің мақсатымыз сол, яғни бағаны өсірмеу, былайша айтқанда. Бәсекелестік ортадан егер біз төмен бағамен алып келсек, олар мәжбүрлі түрде олар көтермейді, мысалы басқа кәсіпкерлер айтқан кезде. Яғни біздің баға бірдей болып тұрады. Сол бойынша да мынау қосымша тағы да әлеуметтік дүкенін ашу бойынша да тапсырма берді. Бұл бойынша жұмыс жүргізудеміз. Яғни СПК-дан жер учаскесін бөлу, госактымен, жаңағыдай қаулымен, шешіммен СПК-ның тарапынан береміз. Құрылысын салады, сол жерден әлеуметтік дүкен тағы да ашу жоспарымызда бар. Бұл бойынша басталып кетті жұмыс. Бүгінгі таңда Шардара қаласынан екінші әлеуметтік дүкенді ашу уақытында жұмыстар жасалып жатса, аймақтағы азық-түлік сақтау қоймасында да тұрақтандыру қоры арқылы жеткізілген бірқатар өнімдер бар. Осылай деген Шардара аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы аймақта әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру бойынша арнайы жұмысшы тобы құрылғандығын жеткізді. Негізсіз көтерілген жағдайда бұл жерде бірқатар шаралар қабылдау болады. Яғни бұл әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес те қаралған бұл жерде, яғни бірінші ескерту беріледі, екінші түрде ол айыппұл салынады. Бұл бойынша мынау сауда департаменті бар. Сауда департаменті арқылы жаңағыдегі ескертулер беріледі кәсіпкерге. Негізсіз көтерілген жағдайда шағымдары болса, сол міндетті түрде келіп айтса, жаңағыдай біз сауда департаменті арқылы жұмыс істеуге дайынбыз. СПК Түркістаннан біз жаңағыдай 4 тонна картоп, 4 тонна пияз, 4 тонна ұн, құмшекер алғанбыз. Тағы да мынау кеше әлеуметтік магазинге де алдық. Сонымен қатар мынау заманауи қоймамызда 100 тонна пияз, картоп қазір бар. Бұл бойынша да жаңағыдегі сақтау бойынша да қарастырып
жұмыс жасап жатырмыз. Әлеуметтік дүкеніміз Шардара қаласында Балтабай деген магазиніміз бар, соның жанында орналасқан. Бұл жерде енді қазір таңда бір 6-7 тауарлардың өнімін алып келді ол кісі. Картоп, капуста, солардың бәрін. Өзінің шекті бағасы бар, одан асырмайды, сол жерде сатып алса болады. Одан бөлек мына көкөніс сақтау қоймасы бар, Шардарадан шыға беріс жерде. Ол жерден де алуға болады. Ол бойынша жұмыс топ құрылған, тиісті мамандар барлығы бекітілген. Яғни базарларда бағаны күнделікті мониторингілеу жұмыстарын жүргізіп, біз облысқа береміз. Абай Омар, Дастан Әділбек, Кемел арнасы.